Барлығына сәлем. Жас қызды бір еркек итпен үйлендіру немесе бір емес бірнеше еркекке тұрмысқа шығатын әйелдер дәретіні әжетханада емес, көшеде шығаратын бір түрлі қорқынышты Үндістанның өмірімен танысуға дайынсыз ба? Ендеше экран алдына жақсылап жайғасып алыңыз. Ал біз видеоны бастаймыз. Үндістан халқының саны бойынша ең алдыңғы қатарда тұратынын барлығымыз жақсы білеміз. Халық саны көп болғандықтан бұл жерде өмір сүру өте қиын. Егерде бір күні Үндістанға баратын болсаңыз, сұмдық, сасық иістерге дайын болыңыз. Себебі Үндістандағы үйлердің көбісінде әжетханалар болмайды. Сол себепті адамдар дәретін көшеде шығарады. Ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, 650 миллион кісі дәретін көшеде шығарады екен. Мемлекет соңғы кездері әрбір үйге әжетхана құру туралы заң қабылдады. Алайда бұл заң ешқандай пайдасын тигізбеді. Бұл жерде ең сұмдық үйлену тойы болады. 7 жасқа толған қыздар бір еркек итке үйлендіріледі. Және бұл ит оны қорғап жүреді деп сенеді. Тұрғындар үшін бұл өте маңызды салт дәстүр екен. Бұл жерде одан да сұмдық үйлену тойы болады. Бақаларды бір-біріне үйлендіреді. Жыл құрғақ келген кездері екі бақа үйлендіріледі. Бұл болса жаңбыр жауына себеп болады екен. Тағы бір сұмдық ақпарат. Адамдардың күніне $1 кем табуы себепті адамдар бүйректерін сатуда. Заңсыз түрде Үндістанда жылына 500 мыңға жуық адам өз бүйрегін сатады екен. Бұл мемлекетте білім және мәдениеттің төмендігі себепті көптеп қылмыстар орын алады. Бейтаныс көшелерге кірсеңіз, қайтып шыға алмауыңыз мүмкін. Бұл жерде жылына 44 мыңнан артық қылмыс орын алады. Бұл көрсеткіш Бразилиядан кейін екінші орында тұр. 12 жылда бір келетін Кумфула мейрамында 60 миллионнан артық адам апта бойы бір жерде Ганг өзені бойында өмір сүреді. Бұл мейрам дүниедегі ең үлкен діни мереке болып есептелінеді екен. Бүгінгі күнде Үндістанда құлдық жалғасуда. Бұл мемлекетте барлығы болып 15 миллионнан артық құл бар. Негізінде тыйым салынған болса да, құлдар қожайындарына жынси қызмет көрсетуге мәжбүр. Егерде құлдар бұдан бас тартса, оны ауыр жаза күтетінін жақсы біледі. Үндістан ең көп зорланған әйелдер бойынша әлемдегі ең алдыңғы тізімде тұрады. Тағда Ганг өзеніне оралатын болсақ, 700 миллионға жақын адам Ганг өзені жанында өмір сүреді. Және бұл Ганг өзені олар үшін ең ұлы өзен болып, бұл өзеннің жәннатқа ағып апаруына сенеді. Сол себепті өлген адамдарды өртеп, күлін өзенге ағызып жібереді. Ганг өзенінде жуыну үндістер үшін өте маңызды нәрсе. Үндістанның кез келген жерінде сиырларды кездестіресіз. Бар болғаны бір сиырдың өзі үлкен кептеліс тудыруы мүмкін. Егерде бұндай жағдай орын алса, сіз жолда күтіп тұруға мәжбүрсіз. Егерде білместіктен сиырды ұрып жіберсеңіз, сізді әртүрлі жаза күтеді. Үндістанда сиырды ең ұлы жануар деп есептейді. Олардың сеніміне көре, сиыр бүткіл әлемнің анасы болып есептелінеді екен. Сол себепті олар сиырдың етін жемейді. Егерде сиырды өлтіріп қойсаңыз, сізді 8 жылдық түрме жазасы күтуде. Сиырды соншалықты қадірлеудің нәтижесінде Үндістан сүт шығару бойынша әлемдегі ең алдыңғы қатарда тұрады. Үндістандағы ең ерекше адамдар, бұлар садулар. Олар өте кедей адамдар, алайда ең ұлы адам болып есептелінеді. Өміріні саду ретінде өткізуге шешім қабылдаған бұл адамдар жұмыс жасамайды, тек қана қолшылық жасайды. Тек қана адамдардың садақа ретінде алып келген тамақтарын жейді. Достар, Үндістан туралы азды ақпарат алған болсаңыз, арнаға жазылып қоңырауша түймешесін баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.